Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жұмамыз мүбәрак болсын. Бүгінгі қасиетті миғраж түніміз де тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қалдарыңыз қалай? Күтіп отырдым сізді дейді. Ой, керемет. Сәлем, сәлем. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Бүгін сіздердің алдарыңызда осындай макияжбен сұп-сұлу болып тұрмын. Өзім де сұлумын да. Макияжбен екі есе сұлу болып кеткен сияқтымын. Өзімді керемет сезініп отырмын. Мені қалай естіп көріп тұрсыздар? Ал ханымдар, біраз ханымдар жиналып жатқан сияқтысыздар. Мен жақсы естіліп көріп тұрмын ба? Қол көтеріп, кішкене кері байланыс білсеңіздер. Әрдайым дауысым естілмей қалып жатамыз. Қиналып жатамын. Бүгін наушникте, микрофонда ештеңе қолданбай, жай телефонның өзінің микрофонымен қолданып тұрмын. Жақсы естіліп тұр. Рахмет. Рахмет. Бүгінгі тақырып бала тақырыбы. Мен үшін өте қызық тақырып десем де болады. Өзім әр эфирде мен әзірше бала бойынша тәрбиеге қатысты ештеңе әзірше айтқым келмейді деп алдым да. Айналып келген кезде де қаттырақ сөйлеңізші дейді. Мен өзім даусым жай негізі қатты сөйлеймін негізі. Білмеймін енді сіздерге неге естілмей тұрғанын. Қайырлы кеш. Естіліп тұрмын ба? Даусыңызды Шарон М. СХ деген ханым. Сіз естіп тұрсыз ба? Мен үшін өте маңызды дейді. Жарайды. Мөлдір ханым сіз ба? Танымай жатырмын. Аккаунттарға қарап. Бүгін сондай бір керемет көңілім көтеріңкі күн болды. Бүгін мені кеше ғана өз туған күнімде бір сыйлық ретінде Алладан келді деп ойлаймын. Бір күтпеген жерде редакторға хабарласып, ана мен бала бағдарламасын бала психолога ретінде мені эфирге шақырды. Бүгін эфирім өте керемет өтті деп ойлаймын. Ертең, келесі аптада Алла бұйыртса көрсетіп қалады. Естіледі дейді. Естіледі дейді. Бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі бойынша мен өткен жылы бір жыл бойы CIG School, поколение креативных умов деген бір бала дамуымен айналысатын Гүлназ ханыммен бірге сол компанияның директоры болып бір жыл қызмет атқарған едім. Сол компанияда мен жай ғана директорлық қызмет емес, балалармен жұмыс жасадым. Балаларға сабақ бердім. Балалардың дамуына мүмкіндік беретін ТРИЗ методикасымен жұмыс жасадым. Ол дегеніміз теория, решение, изобретательских задач дейді. Баланың креативті ойлауын дамыту, қиялын, былай айтқанда, дамыту болып саналады. Сол кездегі күндерім еске түсіп, баламен жұмыс жасаған сол методика бойынша бүгін сіздерге техника беремін. Балаларыңыздың қиялын дамыту. Қалай дамытамыз? Бірінші тексеру арқылы және екінші балаға бақыт беру арқылы. Өте ұнайды дейді. Қайырлы кеш қосып жатқан ханымдарға. Бүгінгі тақырып, қазір жазып қояйын. Қиял. Қиялды дамыту.
көрсете алмай жатырмын. Прикреплено дейді. Иә, қиялды дамыту балалардың. Кеттік. Не істейміз? Біріншіден, қиял туралы қысқаша айта кетейін. Балалардың қиялын деген не өзі? Мен бүгін ана мен бала бағдарламасында аздап кішкене бұл тақырыпты ашқандай болдым, бірақ уақыт өте шектеулі болғасын көп те сөйлеуге мүмкіндік бермеді. Мен бір сөйлесем білесіздер ғой, тоқтамай қалатын. Сонымен, қиял тақырыбына келетін болсақ, баланың қиялдау процесі 2 мен 3 жас аралығында дами бастайды екен. Зерттей келе, зерттеу арқылы белгілі болған дүние, 2 жасқа дейінгі балалар, былай айтқанда, көру, есту, ұстап көру арқылы, анасы, әкесі арқылы, дүниемен танысу арқылы тәжірибе жинайды. Сол жинаған тәжірибенің бәрін қайда жинаймыз? Әрине түп санаға жинайды. Түп санаға жинағаннан кейін, 2-ден асқаннан кейін 3 жасқа жақындағанда қиял процесі басталады. Сол кезде балалар өзінің көргені, естігені бойынша ол дүниені ары қарай дамыта алады. Бір ойдан ары қарай идея шығара алады. Креативті мышление деп атайды ғой. Креативті ойлау дегеніміз осы. Менің балам кішкентай бірдеңе дейді. Кешіріңіздер. Мазасы болмай тұр, тісі шығып жатыр. Әкесі алып кетті. Креативті ойлау. Сонымен қалай дамытамыз? Біріншіден, тәжірибе арқылы дедім. Қиялды дамыту жолдары. Тәжірибе арқылы. Тәжірибе дегеніміз не? Күнделікті өмірде баламен міндетті түрде арнайы уақыт бөлу емес, міндетті түрде бір дамыту орталығына апару емес. Күнделікті өмірде бар, үйде бар дүниемен таныстыру. Былай айтқанда қызықтыру, таңдандыру. Мысалы, гүл деп алайық. Далада өсіп тұрған гүл. Ой, қарашы, мұны қандай гүл. Былай айтқанда көбіне біз байқамай кетеміз ғой. Қандай өмірдің, біздің қоршаған ортаның қандай екен. Қазір менің 1,5 жасар ұлым далаға шықса, гүлдер жоқ қой енді әлі көктем. Ағаштарды иіскейтін шығар. Ағаш көрсе, сол ағаштың жанына барады, соны деп тұрады. Оның иісін алғысы келеді. Бұл да бір таңдану, қызығу. Қызықтыру арқылы 3 жасқа жақындаған балаларды қызықтыруын арттыру арқылы қиялын дамытамыз. Бұл не екен? Бұның түсі қандай екен? Бұдан не жасауға болады екен? Қалай дамытамыз деген сұрақ қоя отыра баланы сөйлету. Былай айтқанда, бір-бірімізбен қарым-қатынасқа түсу. Екінші, ол естігенін, оқығанын арқылы қиялын дамыта алады. Ол дегеніміз естігені 2-3 жасқа дейінгі күнделікті сіздің ана ретінде оқып жүрген ертегілеріңіз. Ертегілердің түр-түрін, бір жанрдағы ертегілер емес, фантазия, фантастика деймді ғой. Сол жанрдағы ертегілер тек оқыған көбірек. Сонда баланың қиялы 2 есе дами түседі. Ары қарай бала оқып үйренген кезде оқу арқылы фантазиясы дамиды. Ол затты көрмеген, тек оқу арқылы ойында бір ойлау процесі қосыла отыра бір затты елестетеді. Бірақ ол өзінің елесі. Бір оқыған дүниені бір бала басқаша елестесе, екінші бала басқаша елестетеді. Ол дегеніміз сол түп санаға жиналған ақпарат арқылы. Ал үшінші, ол сезім. Қиялды дамыту жүзінде ол сезім, сезіну. Былай айтқанда жаңағы иісті сезіну, дәмін сезіну, көру, ұстап көру. Оның бәрі сезімге жатады, дене құбылысындағы сезімдер. Қалай сезінеді? Анасы арқылы. Кішкентай 3 жасқа дейінгі баланың бәрі анасы арқылы сезінеді. Қорқу сезімі қосылады, немесе қуаныш сезімі. Оның бәрі қиялға алып келетін дүниелер. Сезінуді үйрету керек. Нақты практикаға, тәжірибеге көшейін.
қосылып жатқандай сияқтысыздар. Тәжірибеміз қандай? Баланы қалай тексереміз? Біріншіден, 95% балалар жай ғана үй салыңызшы деген кезде, үй салшы деген кезде балаға жай үй демейміз, керемет арманыңдағы үй демейміз, жай үй ғана салшы деп өтініш жасаймыз. Маған үй салып берші. Оның жанында ештеңе болмай-ақ қойсын. Тек қана үй десеңіз, баланың көбіне бүгінгі бағдарламада ол дәлел болды. 3-4 баланың үйлері мынандай үй болады. Ол дегеніміз 4 бұрышты қабырғалар, 3 бұрышты шатыры, терезелері, есігі десек те болады. Міне, осылай салады. 95% балалардың салатын дүниесі осы, үй салған кезде. Бұл қиялымызды стандартты түрде өмір сүру. Шын мәнінде қазір дәл осындай үйлер жоқ негізінде. Өте аз. Ауылдың үйлерінің өзі кішкене, шатырының бәрі кішкене басқаша болып келген. Қалада өте аз көреміз дәл осындай үйлерді. Ол дегеніміз не? Осы уақытқа дейін, 2 жас, 3 жасқа дейін балалардың түп санасына осы суретті сала отыра, анасы арқылы, әкесі арқылы, немесе бауырлар арқылы үйдің скелеті осындай болды деген бір қалып қоюы ойында. Ал енді тексердік. Балаңыз делік осыған ұқсастау үй салды. Кейбір балалар, қалада тұратын балалар, кәдімгі не үйді салады осы? Көп қабатты үйлерді салады. Осылай қылып. Енді мен домалақ қылып жібердім. Мынандай. Осы 4 бұрышты етіп көп қабатты үйді салады. Немесе көбіне 4 бұрыштан алынған үйлерді сектем. Ал енді бір суретті салдыртасыздар. Үй салып берші маған. Үйді салды. Ол суретті бөлек қойып қойыңыз. Бұл сіздің тексеруіңіз. Осындай вариантта үйлер. Бірақ 95% деді. Ол 5%-ның ішінде кіретін балалар болуы да мүмкін. Өте осы үйлерге ұқсамайтын ерекше бір үйді сіз алып. Ол дегеніміз оның қиялының соншалықты дамығанын айтады. Ал енді келесі дүниеміз тексеру емес, енді бағыт беру. Қиялын дамыту үшін не істейміз? Мынандай пішіндерді алдына қоясыз. Осылай суретті салып. Домалақ, 3 бұрыш, ром, жүрек. 4 бұрышты тік бұрыштыдан басқа. Кішкене қиялын жұмыс жасап тұру үшін. Осы суретті алдына бере отыра, ақ қағазды қолына бересіздер де айтасыздар. Мына пішіндердің бірін таңда, біреуін ғана. Ол сол үйдің қабырғасы болсын. Сонда ол дегеніміз не домалақ қабырғалы үй, не 3 бұрышты, не ром, не жүректен жасалған. Содан кейін екінші сатыға осы пішіндердің енді басқасын. Мүмкін кейбір балалар дәл сол пішін таңдауы мүмкін. Шатырын осы жерден таңдай отырып, шатырын жаса. Келесі балаға сұрайсыз, өзіңізде енді кішкене бағыт берсеңіз болады. Үйің сенің қандай материалдан жасалған? Ол дегеніміз не кірпіш, не тас, темір, әйнек, мата, әртүрлі. Жапырақтан деп жатады кейбір балалар. Қиялына ерік береміз. Келесі үйдің материалын сұрағаннан кейін, келесі осы пішіндердің ішінен енді есігін, терезесін әртүрлі қылып салшы. Мысалы, мынау дөңгелек болатын болса, бүгін бір қыз салды деймін, ұмытып қалдым. Дөңгелектің ішіне 3 бұрышты 2 терезе салды да, жүрек есік салды. Или мен шатасып тұрмын, есімде жоқ. Немесе оған дейінгі болған дүние. Дәл мынау ұқсас. Осындай келді. Одан кейін баладан сұраңыз. Бұл сенің болашақ, біз бәріміз тұратын үй. Қалай ойлайсың, бұл үй қай жерде тұр? Орманда ма, таулардың жанында ма, жазық далада ма, судың жанында ма, немесе қалада ма,
немесе Антарктидада ма, немесе Африкада ма деген сияқты ерік бересіз. Сол үйдің жанына, сол қай жерде мүмкін былай болсыншы деген ұсыныс жасамаймыз. Балаға ерік беріңіздер қиялдарына. Қай жерде болса да өзі салсын. Жанына енді ары қарай толтырады. Мүмкін орман болса, үйдің жанына толтырып ағаш салып шығады. Ары қарай кеттік. Келесі этап, осының бәрін сұрағаннан кейін отбасында сұрасаңыз да болады, бірақ енді ол психолог жұмысына жатады. Отбасың қайда, кім қайда тұр, бұл үйде кімдер өмір сүріп жатыр деген сияқты ары қарай қиялын дамыту. Бұл сіздерге ұсынып отырған тәжірибенің бір түрі. Дәл осылай тағы да бір жасаған эксперименттеріміз сол методика бойынша. Мысалы, жай ғана шананы алайық, Шананы алғаннан кейін осы шанаға басқа предметтерді қоса отыра, басқа дүние шығады. Бұған дөңгелек қосуы мүмкін, бұған коляска сияқты дұрыс отыратын жер қосуы мүмкін. Шанамен екі дүниені қосқан кездегі үшінші дүниенің шығуы деген сияқты. Дәл қазір мына пішіндерді қолдана отыра біз жаңа идеяға ие болып жатырмыз. Баланың қиялына ерік бере отыра біз бір жаңа дүниеге мүмкіндік беріп жатырмыз. Мүмкін алдағы уақытта кім біледі, дәл осындай үйдің иесі де болып қалар. Егер архитектураға оқуға түсіп, осы білімін ары қарай дамытамын деп жатса да, бір балалық шағында. Осы арқылы осы суретті салып болғаннан кейін, бағанағы бірінші сурет 4 бұрышты үймен, 3 бұрышты шатыры бар. Екеуін салыстыра кетсеңіз, баланың қиялына ерік береміз. Сол арқылы сіз баланың қиялын дамытасыз әрдайым. Бірақ ол бір техника ғана. Әрдайым дамыту үшін күнделікті баланы әр затқа қызықтыруын қажет. Қызығуын көңіл бөле отыра, балаңызға сөйлесе отыра, әңгімелесе отыра, қызықтыру өте маңызды. Сол арқылы баланың қиялы дамиды. Екеуміздің ортаңыздағы контакт десек те болады. Контактқа кіре отыра, бала сізге сенуді бастайды. Менің анам мені тыңдайды екен. Менің идеям, жаңадан шыққан идеям, менің анам үшін өте маңызды екен деген ойлар, пікірлер. Және 3 пен 5 жас аралығындағы балаларға осылай, енді арт-терапия десек те болады, бір түрі. Бірге жұмыс жасай отыра, бала өзінің қауіпсіздікте екенін түсіне бастайды. Анасының маған бөлген көңілі мен үшін өте маңызды, мен өзімді өте бір қауіпсіздікте сезінемін деген бір сезімдер пайда болды. Және ең бастысы бұл жерде қиял жұмыс жасап жатыр. Қиялын дамытып жатыр. Дамымай қалуы да мүмкін. Мүлдем дамымай. Егер баланы, мысал келтірейін, енді отырайын деп жүрген баланы бір 5-тен 8 айға дейін отырғызып үйретпесек, бала отырмай кетуі мүмкін. Немесе өзі бір өз еркінен келе қинала келе отырып үйренуі мүмкін. Немесе жаңадан жүріп келген баланы қолынан ұстап жетектеп жүргізбесек, балаға қиындау түседі. Дәл сол сияқты қиялында да. Қиялы дамыған бала, креативті ойланған бала, ертеңгі өмірде біздің болашағымыз, өзінің ең басты болашағы, отбасының болашағына және еліміздің болашағына үлкен бір жаңалықтар сыйлайтын бала болып өсуі мүмкін. Дәл қазір мені тыңдап отырған ханым сіздің балаңыз. Керемет емес пе? Стив Джобс сияқты керемет дүние жаңадан пайда болып жатса, соның иесі болып жатса, идеяның авторы болып жатса, сіз үшін мақтаныш емес пе? Бүгінгі берер техникам осы. Түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, дайынмын жауап беруге. Қанекей. Осыған дейін сұрақтар болмайын байқамай отырдым, кешірерсіздер. Әңгімемді аяқтауға тырысқан едім.
Сақтауға тырысамын. Сақтауға тырысамын. Ал. Сақтаймын. Иә, ол жылап тоқтады. Түсіндім дейді. Сұрақтарыңыз бар ма, ханымдар? Сұраққа жауап беруге дайын. Жаңадан қосылған ханымдарға қайырлы кеш. 5 жасар қызыммен қалай тіл табысамын? Әңгімелесу арқылы. Мәселе сізде тіл табысу, не үшін тіл табысуыңыз қажет? Өзіңізден сұрақ көріңізші. Не үшін сізге маңызды тіл табысу? Мүмкін жай ғана әңгімелесу маңызды шығар. Сұрағым бар еді дейді. Гиперактивный баламен қалай жұмыс жасасам болады? Гиперактивный деген сіз үшін, енді әркім үшін әртүрлі. Мысалы, менің балаларым өте бір тыныш деп айтсам да болады. Бірақ соның кейбір кезде бір энергиялары гиперактивный деген ол не? Бойындағы энергиясын жіберетін жері жоқ, шығаратын жері жоқ. Сондықтан барлық энергияны шығарып үлгеру үшін, өйткені оның бойында тасып бара жатыр ғой. Соны шығарып үлгеру үшін бүлдіретін затты бүлдіреді, шығаратын затты шығарады, өйткені ол энергияны шығаратын жері жоқ. Сол себептен кейде менің балаларымда болып жатады, өйткені менің балаларымның бойында энергия өте көп. Сол себептен үлкен ұлымды боксқа бердім, барлық энергиясын сол ұрып соғып кішкене тынышталсын деген сияқты. Ал кішкентай ұлымызды далаға шығарумен ғана шектелеміз, далаға шығарып кішкене жүгіртіп, энергиясын бәрін шығарып келгеннен кейін одан тыныш бала жоқ. Дәл сол сияқты түсіну қажет. Мәселе неде? Мүмкін шынымен гиперактивный дегенді екі түрлі түсінуге де болады. Мүмкін мазасыз бір көңілді бөлмегендеріңізді сезіне отырып, көңіл бөлдіру үшін өзіне. Сол себептен сондай бір белсенді болуы мүмкін, немесе шын мәнінде энергиясы өте көп, соны шығарар жолын білмейді. Ол дегеніміз балаңызға қараңыз. Не істеуге болады? Не ұнатады? Неше жасар бала екенін де білмей отырам. Не ұнатады? Ұнатқан дүниесіне қарай, сол жаққа, сол бағытқа қарай энергиясын шығару үшін таңдау жасап көріңіз. Жасөспірімдер туралы айтыңызшы дейді. Қалай түсінеміз оларды дейді. Жасөспірім деген қай жастағы балалар екені? Жасөспірімдік жастар 9 жастан басталуы мүмкін, ерте жасөспірімдік жас. Нақты қай жас аралығында айтып отырсыз? Соған тоқталайық. Және қандай туралы айтыңызшы дейді. Нақты не түсінуіңіз қажет олардан? Қырсығып қалады, сабаққа бармаймын дейді, жылайды дейді. Сіз кімді айтып жатсыз? 5 жасар бала сабаққа барады ма? Түсінбедім. Сәлеметсіз бе? Бас жағын көре алмадым, қайдадан көріп шығамын. Майра, сақтап қоямын мүмкіндігінше. Невропатолог солай деп айтып еді, гиперактивный деп дейді. Гиперактивный көбіне сол энергиясы көп балалар. Энергиясын шығара алмайды ғой. Соншалықты өзінің бойынан артып кетіп жатқан энергиядан менің жылаған балам енді күлкінің үстінде болып жатыр. Қайда шығарарын білмейді. Дәл өзіңізде, егер бойыңызда энергияңыз көп болса, не істегіңіз келіп тұрады? Қыдырғыңыз келіп тұрады, жүгіргіңіз келіп тұрады, үйдің бәрін тазалап шыққыңыз келіп тұрады. Бойыңыздағыны өзіңіз ие бола алмай тұрасыз. Дәл сол сияқты гиперактивный балалар өз энергиясына ие бола алмайды. Сондықтан ана ретінде көмектесу өте қажет. Әке ретінде де әрине. Кеш жарық, кеш сөйлейтін балалар туралы айтасыз ба? Бүгін ғана сол туралы әңгіме болған еді, жаңағы эфирден кейін. Кеш сөйлейтін баланың әртүрлі факторы болуы мүмкін. Көбіне дәрігерге бірінші тексеріле отырып, логопедпен жұмыс жасау керек. Кеш сөйлеу деген әртүрлі. 3 жасқа дейінгі сөйлемеу, асықпай сөйлеу, ол норма болып саналады. Енді индивидуально дейді, әр баланың өзінің мінезіне, дене бітіміне байланысты. Ал енді көбіне бір
8-9 айдан бастап бала бір зат ұстай білгеннен бастап моторикасы мына кіші моторика дейді ғой, сонымен жұмыс жасау керек. Кіші моторикасы көп жұмыс жасаған балалар ертерек жұмыс жасайды, сөйлейді. Ол дегеніміз қолына кішкентай заттан бастап үлкен затқа дейін күнделікті бір жұмыс істеу. Мәселен тек пластилинде емес, мәселе тек сурет салуда емес, жай ғана үйдегі бар дүниелермен алдандыру. Сол арқылы бір заттан екінші затқа салуы, осының бәрі біріншіден оны үйрену, ал екіншіден жаңа коррекция деп жатады, ал екіншіден ол моторика. Мына моторика жұмыс жасаған кезде қолдың сол кезде сөйлеу процесінде жүреді. Логопедтердің көп айтатын дүниесі. Бұл жерде байқау керек. Бала неше жаста және бірінші нақты маманына көрсете отыра, содан кейінгі үй жағдайына, психологиялық жағдайына көшу керек. Мүмкін балаңыз нақты сөйлегісі келмейтін шығар. Немесе бір көп жылап, бірдеңе айтқысы келген кезде көбіне біз не істеп жатамыз? Аузын жауып жатамыз, сол арқылы үйдегі болған үйдің атмосферасына қарау. Мүмкін балаңыз нақты сөйлегісі келмейтін шығар. Ол да мүмкін. Ол енді екінші жағдай. Ары қарай кеттік. Қызым мини-центрге мектептің дейді. Онда ол жерде нақты не мұғалім ұнамайды, не ол орта ұнамайды, немесе әлі мини-центрге барудың өзі оған ерте. Сіздің көңіл бөлгеніңіз ол қыз үшін өте маңызды. Мүмкін сол кезде жылаған кезде, бармаймын деген кезде сіз көбірек көңіл бөліп, басқа уақытта жай әңгіме айтқан кезде көңіл бөлмейтін шығарсыз. Ол да мүмкін. Ойнай тұршы, бара тұршы, бірдеңені алшы деген сияқты басқа затқа көңіл бөліп, бірақ сіздің ойыңызда, көңіліңізде басқа затта болса, не телефонда, не дәл қазіргідей инстаграмда, балаңыз сол арқылы сіздің көңіліңізді бөлдіруі мүмкін. Ал екінші дүниеміз ол сол жердегі болып жатқан атмосфера. Ол қандай екен? Сол жердегі мұғаліммен сөйлесіп көріңіз. Ол жерде өзін қалай сезінеді екен? Мүмкін нақты мұғалім ұнамайтын шығар. Сол үшін барғысы келмейтін шығар. Немесе жанындағы балалардың бір айтқан сөздері бар шығар. Немесе мүлдем оқысы келмейді. Әлі ерте. Оны жеке психологпен сөйлесу керек. Енді дәл қазір психологқа дейін өзіңіз түсініп көріңізші, балаңызды бақылап көріңізші. Мен қандаймын? Балама деген қарым-қатынасым қандай? Оның маған деген қарым-қатынасы қандай? Ол ашуланған кезде ғана, жылаған кезде ғана көңіл бөлемін бе? Немесе жай уақытта, жай әңгіме айтқысы келсе, немесе бірдеңе сұраса, сөзін бөлемін бе? Немесе соңына дейін тыңдаймын ба? Бірге сөйлесемін бе? Өз балаңызға деген қарым-қатынасыңызға анализ жасап көріңіз. Тамақ жемей жүре береді. Онда ол аппетит жағы енді. Бірінші маманға көрсетсеңізші. Мүмкін асқазаны ауыратын шығар. Мүмкін тамақты қорыта алмайтын шығар. Немесе аппетиті келмеуіне қарағанда бір витаминдер жетіспейтін шығар. Енді ол әртүрлі жағдай. Бірақ енді психологиялық тұрғыда келсе, ол бір протест дейді ғой, бір сіздерге бір көрсетіп жатқан мінезі шығар. Егер нақты жемеймін деп тұрса, ал егер ұмытып кетіп жүрсе, жеуді, онда ол бөлек. Кекештенетін қыздар көбіне не анасымен, не өте де өзіне өте жақын адамдардың көңілі. Қалай көңілі? Бір кездері сіз айтуыңыз мүмкін. Сен осы бір неге көп сөйлеп кеттің? Неге осы сөйлей бересің? Немесе мазамды ала бересің? Деген сияқты. Енді бұның түбірі өте көп. Бірақ нақты кекештену дүниесі ата-анасының, енді кешірерсіз, бірақ сіздің кесірлеріңіз бір затқа балаға тиіп тұр. Луиза Хейдің таблица болезни деген бар, таблица
таблица деп аталатын есімде. Сол жерде көрсеңіз, неден шығуы мүмкін екен. Бірақ балалық шақтан егер туыла бітсе, ол бір бөлек дүние. Кішкене өсе келе сөйлеп жүріп барып кеткештеніп кетсе, ол бөлек дүние. Ол жерде үйде психологиялық тұрғыда проблема бар деген сөз. Нақты ата-ана жүзінде, немесе өте жақын бауырларынан. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? РРЖ 80-80 түсіндіңіз ба? Неден деп ойлайсыз өзіңіз? Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Эфирімнің уақыты аяқталуға аз қалды. Екі-үш минут уақыт берейін. РРЖ 80-80 сіздің көңіліңізді қалдырды ма деймін? Шындықты айтып. Рахмет, түсінікті дейді. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Өте қуаныштымын, егер сіздерге пайдалы болып жатса. Жеті жасар қызым іс әрекеті өте баяу. Мұғалімдерде солай. Мұғалімдерде өте баяу ма, немесе өзі ғана баяу? Баяу ол табиғатынан. Сіз оның тез қимылдап, тез шешім қабылдап, тез жүру немесе іс әрекет жасауын қалайсыз ба? Неге балаңызды өзгерткіңіз келеді? Айта береді, не істеймін? Сұрағым біртүрлі болса, кешірім өтінемін. Сұрағыңызды түсінбедім. Сол үшін сұрап отырмын. Сізге Ахмет Гүл. Сұрағым, неге баяу өзінің табиғаты сондай баланы өзгерткіңіз келеді? Не себептен? Баяу болса, не болуы? Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Күтіп отырмын. Жоқ болса, эфирді аяқтайын. Ахмет Гүли ханым, сізден жауап күтіп отырмын. Сіздің сұрағыңызбен аяқтасақ. Қайырлы кеш, жаңадан қосылып жатқан ханымдар. Мұғалімдері тез үйреттіңіз деп талап қояды. Талап қойса, ол мұғалімнің өзінің жеке айтқанда ісі. Бала солай болса, оны өзгерте алмайсыз. Ол баланың табиғаты. Мұғаліммен сөйлесіңіз. Менің балам, қызым осындай. Әсіресе тікелей мұғаліммен хабарласып, жалғасаңыз өте керемет болады. Менің қызым осындай. Ол баяу жазады, баяу қимылдайды, баяу шешім қабылдайды, баяу іс әрекет жасайды. Сондықтан ренжімеңіз. Мен қызымды өзгерте алмаймын, ол тез бола алмайды. Оның мінезі сондай, оның қалпы сондай. Сондықтан ренжімеңіз. Деп бір келісімге келгендеріңіз дұрыс. Баланы өзгертуге тырыспаңыздар. Ол табиғаты сондай ғой. Қалай ол тез болып кетеді? Содан бала ашуланады, содан бала оқысы келмейді. Содан кейін барлық дамуға деген, оқуға деген күштерінің бәрі жойылып кетеді, энергиясы өйткені басқа жаққа ашулануға кетіп жатыр. Өйткені оны дәл осындай қыз ретінде қабылдамайды. Ортасы да, анасы да дегендей. Жоқ, ойланып отырмын, есіме түсіріп не болды деп дейді. 4 балам тіспей ұрыс естірудеміз дейді. Бірақ қызы орыс тілімен шыққан или екі тілді қатар алғанда болар ма екен? Мүмкін, ол да мүмкін. Бір тілге ие бола алмай, екінші тілді мәжбүрлегенде немесе шатастырып, қай сөзді айтам деген кезде тез айтуға,
Өйткені ойы қазақша немесе орысша ойлап тұруы мүмкін, бірақ аузынан шығар сөзі басқа болар кезде біз тез айтамыз дейміз, не тұтығып жатамыз, не кекештеніп жатамыз, иә. Сондықтан ол да мүмкін, ол да түбірі болуы мүмкін. Кішкене анализ жасап көріңіз, міне бастап келе жатсыз. Түсіндіңіз бе, Ахметгүл ханым, да? Балаңызды өзгертпеңіз, қабылдаңыз. Жақсы. Түндеріңізге тыныштық тілеймін. Бүгінгі миғраж түнін өте жақсы өткізіңіздер деймін. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, армандары тілектеріңіз орындалсын деймін. Сіздермен бүгін кешке болған қазақ қызы Жанармын. Келесі жұмада кездескенше мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.